Тұманды Альбион Қазақстан күнін атап өтуде. Бүгін Лондон қор биржасында Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының қатысуымен халықаралық форум ашылды. Қазақстан экономикасын тараптандыру мен инвестициялық мүмкіндіктерін дамыту мәселесі жиын өзегіне айналды. Бір айтары Ұлыбритания Қазақстандағы ең ірі шетелдік инвесторлардың бестігіне енеді. Қазақстанда енгізілген инвестициялық жобалар экономиканы диверсификациялауға байланысты. Біз табыстардың минералды қорлар есебінен келгенін білеміз. Қазір басты міндетіміз Қазақстанда жаңа өндіріс орындарын құру. Еліміздің экономикасын жаңартуда үлкен қозғалыс бастау мақсатында жаңарту негізгі міндет болып табылады. Қазірдің өзінде ірі қаржы ұйымының өкілдері қазақстандық бастамаларды қолдап отыр. Оның бірі халықтық IPO жүйесін енгізу. Самұрық-қазына басқармасы төрағасының орынбасары Қуандық Бішімбаев атап өткендей, тың жоба елімізде келесі жылы іске аса бастайды. Как с точки зрения участия, так и с точки Біз бұл бағдарламаны 2012 жылы 2-3 тұрақты компанияның қарапайым активтерінен бастаймыз. Соның ішінде Кигок және Казтрансойл. Ал содан кейін бірте-бірте күрделі тәуекелді активтерді биржаға шығаруға көшеміз. 2015 жылға жақын біз Қазмұнайгаз бен Қазатомпром сынды активтердің саудасына дайын боламыз деп жоспарлап отырмыз. Қазақстанда халық саны 16 миллион болса, тек қана 10 мың адамда брокерлік есепшот бар. Біз акция иелерінің санын 160 мыңға жеткізсек, нарық нығая түседі деген сенімдеміз. Негізінен халықтық IPO бағдарламалары осыған дейін өзге дамыған елдерде жүзеге асып, қор нарығының басты құралына айналып үлгерді. Лондон қор биржасының өкілдері Қазақстанның бұл бағыттағы талпынысын құптап отыр. Өйткені аталмыш жоба отандық зейнетақы жүйесінің дамуына түрткі болмақ. Әрі бизнестегі корпоративті басқару талаптарын жоғарылата түседі. Ендігі кезекте халықтың сауаттылығын көтеру қажет. Қазақстан аймақтарында нақтылы инфрақұрылым бар. Оны дұрыс қолдана білу маңызды. Соның ішінде халықтық IPO бағдарламасына қатысты. Адамдар табыстары мен артықшылықтарын түсінулері тиіс. Болашақта халық тарапынан қандай да бір сын болмау үшін, демек тұрғындар бағдарламаға қалай қатысатындарын, қандай табыс алатындарын білу керек. Және осы активтерде түскен табыстарын үйлестіруге де өздері қатысқандары жөн. Бас қосудан кейін Қазақстан делегациясы өз жұмысын Кембриджде жалғастырады. Онда бірқатар маңызды келісімшарттар бекітіледі деп күтілуде. Басты мақсат өзара экономикалық ықпалдастықты нығайту болмақ.